25 қазан ұлттық мерекеміз Республика күні. Осыған орай Қазақстанның бірнеше өңірінде Республика күніне байланысты әлеуметтік осал топтағы азаматтарға бір жолғы төлем қарастырылған. Төлем мөлшері мен алушылар санаты жергілікті мәслихаттар мен әлеуметтік қорғау органдарының шешімімен белгіленеді. Аталған бір жолғы төлем кімдерге беріледі және қанша теңге көлемінде, оны алатындар тізімінде сіз барсыз ба? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Елордада Республика күніне орай атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасыларға 17.694 теңге көлемінде бір жолғы төлем беріледі. Тізімді еңбекпен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы жасақтайды. Ал Шымкентте Республика күніне арналған бөлек материалдық көмек қарастырылмаған. Бұған дейін 30 тамыз Конституция күніне орай 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар бір жолғы төлем алған болатын. Ал Қызылорда облысында 2024 жылдан бастап барлық санаттағы, яғни бірінші, екінші, үшінші топ мүмкіндігі шектеулі жандар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға Республика күніне жыл сайынғы төлем енгізілген. Төлем мөлшері 11.796 теңге. Бұл туралы Бақ.кз порталы хабарлайды. Атырау облысында 2023 жылдан бері мүмкіндігі шектеулі адамдарға жергілікті бюджет есебінен жыл сайын материалдық көмек көрсетіледі. Биыл Республика күніне орай 27.300 мүгедек азамат, соның ішінде 4.800 бала төлем алады. Төлем мөлшері 29.490 теңге. Маңғыстау облысы Республика күніне орай өңірде облыс аумағында тұратын мүмкіндігі шектеулі адамдарға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Төлем мөлшері 19.660 теңге. 2025 жылдың 1 қазанына дейін облыста 34.510 мүгедек азамат тіркелген. Абай облысында 25 қазанға арналған төлемдер көзделмеген. Олар 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай жоспарланып отыр. Павлодар облысында жергілікті өкілдік органдарының шешімімен бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, сондай-ақ 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларға бір жолғы әлеуметтік көмек қарастырылған. Төлем мөлшері 19.660 теңге. Алматы, Қостанай, Ақмола, Ұлытау, Жетісу және Түркістан облысында Республика күніне арналған бір жолғы төлемдер қарастырылмаған. Еске салайық, биыл 5 күндік жұмыс аптасы бойынша еңбек ететін қазақстандықтар 3 күн, 25, 26 және 27 қазан күндері демалады. Республика күні алғаш рет 1995 жылы белгіленген. Алайда 2009 жылдан бастап аталып өтпей келген болатын. 2022 жылдың қыркүйегінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қоюымен 25 қазан ұлттық мереке Республика күні мәртебесін қайта иеленді. Сонымен Республика күніне орай әр өңірде әртүрлі төлем мөлшері беріледі.